Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Әдетте орыс телешоуларына шолу жасамаған болатынмын, бірақ соншалықты танымал жобаны жібере алмадым. Сіздердің назарларыңызға «Слово пацана. Кровь на асфальте» сериалының бірінші маусымның сюжетін қысқаша баяндауды ұсынамын. Сериалдағы жағдай 80-ші жылдардың соңында Казян қаласында өтеді. Сол қиын кезеңдерде көшелер жасөспірімдерден тұратын қылмыстық топтармен толтырылды. Олар неғұрлым көп болған сайын қалған балалар өздерін қауіпсіз сезіне алды. Өйткені оларды кез келген уақытта тонап немесе ұрлап кетуі мүмкін. Ақыр соңында олар өздерінің көше бандаларына қосылды. Андрей есімді 14 жасар бала музыка мектебінде оқиды және де тек 5-пен ғана оқитын. Бірде оларды досымен гопник Марат қарсы алып ақшаларын тартып алады. Сол күні кейіпкердің мұғалімі баладан бір оқушыны ағылшын тілінде көмектесіп алып жүруді сұрайды. Ол сол гопник болып шығады. Бастапқыда олардың арасында бәрі жақсы болған жоқ, бірақ көп ұзамай олар достасып, Марат Андрейге көше заңдарын үйрете бастады. Көп ұзамай мектепте оның семіз досы жігіттен ақша талап ете бастайды, өйткені ол бір көше топтарына қосылып кеткен болатын. Батырдың ақшасы жоқ, өйткені оның отбасы өте кедей, бірақ гопниктерге бәрібір болатын. Және олар, егер Андрей оларға ақша әкелмесе, оны күн сайын ұрып соғатынын хабарлайды. Андрей шығудың жолы жоқ екенін түсініп, және Мараттан өзі жүретін топқа кіруге көмектесуін сұрайды. Марат алдымен оған көмектескісі келмейді, өйткені Андрей ол бір нәрсені бүлдіріп алады деп қорқатын. Ал бүлдірген жағдайда үлкен жолдастары Маратқа іле салуы мүмкін еді. Батыр батылдыққа көшіп, өзі осы топтың жиналысына келіп, онда ол Марат шақырды деп өтірік айтады. Алайда Андрей бастамадан сәтті ойдағыдай өтіп, оны универсам деп аталатын бандаға қабылдайды. Андрей үйге келгенде анасы Светлана ұлында көгерген жерлер мен тілінгендерді байқап, ол оны жаман компанияға кірді деп болжап, одан ойлануын өтініп жалынады. Бірақ жігіт өзінде басқа жол жоқ екенін түсінеді. Демалыс күндері Андрей өзінің жаңа жолдастарымен бірге Мәскеуге барады, онда олар тонаумен айналысады. Бірақ немқұрайлылықтан оны полиция ұстап алады. Бөлімде жігіт жас қылмыскер ретінде есепке алынады және оның анасы не істеу керектігін түсінуге тырысады. Онда Андрей лейтенант Иринамен кездеседі. Ол жігітті жолдастарын ұстап беріп, түзу жолға түсу туралы ойландыруға тырысады. Бірақ Андрей табанды және мүмкіндік болса достарына қарай асықты. Дегенмен кейіпкер жас полиция қызметкерін ұнатып қалып және оны киноға шақырады. Бірақ бәрі ойындағыдай болмай жігіт қашып кетеді. Осы уақытта Кощей есімді универсам тобының жетекшісі өз адамдарымен көшеде өтіп бара жатқан адамдарды алдап, олармен наперский ойынды ойнайды. Андрейдің анасы оларға жақындап барлық ақшасын сондай-ақ бас киімін беріп алданып қалады. Марат әйелді танып қалып және бұл туралы жолдастарына хабарлайды. Бірақ олар оны тыңдамайды, сондықтан ол милиция келе жатыр деп айқайлап және топ қашып кетеді. Үлкендер оның өтірік айтқанын түсініп және ол үшін Маратты ұрады. Сонымен қатар Андрей үйге келіп, полиция майоры Эльдардан не болғанын біледі. Ол біраз уақыт бұрын анасына ғашық болған болатын. Айлакер еркек оның көше тобымен байланысын біліп қалады және оны жұмысқа шақырып, онда ол отбасына азық-түлік бергісі келетінін айтады, өйткені оларда ақша қалмаған болатын. Келесі күні Андрей сонда келеді және Эльдар жігітті айла шарғы жасап, оны жолдастарын ұстап беруге көндіреді. Ол олардың аттарын жазғандай кейіп танытады, бірақ кейіпкер оны жай ғана алдаған болып шығады. Келесі күні армиядан Вова есімді Мараттың үлкен ағасы оралады. Ол универсамның старшак мүшелерінің бірі, Ауғанстандағы соғыста бірнеше жыл қызмет еткен. Ол Андрейдің анасымен болған оқиға туралы біледі және жігіттер олай жасамайды деп санайды. Вова мұны олардың жетекшісі Кощейге айтады, бірақ ол бұрылып кетеді. Кешке банда дискотекаға барады, онда лейтенант Ирина бақылаушы ретінде қатысады. Андрей оны биге шақыруға тырысады, бірақ ол бас тартады. Оған ерегісіп, ол осы дискотекадағы басқа топпен төбелесті бастайды. Оларды полиция ұстап алады және Эльдар Андрей оның үмітін ақтамағаны үшін ұрып соғып жібереді. Осы уақытта универсамның екі кішкентайы автобусқа отырғалы жатыр. Алайда басқа топтағы жасөспірімдер біреуін ұстап алып, аямай ұрып өлтіреді. Екінші жігіт қорқып досына көмектеспейді. Ол өзінің кінәсін мойындағысы келмей, жолдастарына оғанда шабуыл жасалғанын айтып өтірік айтады. Ешкім шындықты білмеу үшін ол шынымен жасаған топты айтпай, басқа топ ұрып тастады деп хабарлайды. Универсамдықтар басқа топқа шабуыл жасап және олар кек алдық деп ойлайды. Алайда көп ұзамай Андрей кездейсоқ Эльдардан сол күні болған оқиға туралы жаңа ақпаратты біледі. Бұл олардың серіктерінің сөздеріне күмән келтіріп, ал үлкендер жағы тереңірек зерттей бастайды. Сайып келгенде шындық ашылады. Жасөспірімдер өтірікшіні ұрып соғып, өз тобынан қуып жібереді және көшеден шеттетіп тастайды. Көп ұзамай Андрей үйге оралып, онда Эльдарды көреді, ол анасымен кездесе бастаған. Одан ол полициялардың досының өліміне кімнен күдіктенетінін біледі.
Андрей бұл ақпаратты үлкен жолдастарына айтады және олар оны тексергеннен кейін бұл шындық екенін түсінеді. Алайда қорқақ Кощей топтар арасындағы соғысты қаламайды. Шамасы бұл банда оған жігіттерін тыныштандыру үшін ақша төлеген. Вова Адидас басқаша ойлайды және Кощей өзінің жақын адамдарымен кетіп бара жатқанда жігіттерді жинап досын өлтірген бандаға шабуыл жасайды. Вова мен Андрейдің ауруханаға түсуіне себеп болған үлкен төбелес туындайды. Түнде Андрей досының өлтірушісі де ауруханаға келгенін біледі. Ол оның бөлмесіне жасырын кіріп, оны ұрып-соғып реанимацияға түсіреді. Таңертең Марат олардың жаулары Вова мен Андрейді ауруханада өлтіргісі келетінін біледі. Ол сол жерге жүгіріп барып достарына ескертеді. Содан кейін олар ауруханадан оларды алып қашып кете алады. Бұған дейін Марат Айгүл есімді қызбен кездесіп, оған қырындап жүрген болатын. Басында оларда бәрі жақсы болады, бірақ біраз уақыттан кейін олар ұрсып қалды. Бірде Рома есімді жігіт басқа топтан қызға тиісе бастады. Марат қызды қорғаймын деп олмен төбелесіп қалады. Кейін ол оларға тісін қайрап қалады. Біраз уақыттан кейін Вова біліп қалады, яғни олардың көшбасшысы Кощей өз жігіттерін сатып жіберді деп айтсақ та болады. Бүкіл топпен олар Кощейді өз адамдарымен ұрады, содан кейін ол бандадан қуылады. Ал жетекші болып Вова қалады. Олар Кощей ұстаған сейфті ашып, сол жерден тапанша мен ақша табады. Дем алуға бел буған жігіттер үйде кинотеатр сияқты нәрсе жасаған жергілікті ер адамның үйіне барады. Көп замай олар өздері де одан ақша таба алатынын түсінеді. Жігіттер видео аппаратурасын ұрлап, өздерінің ақша таба алатын бейне салонын жасайды. Сондай-ақ Вова медбикемен танысады және олар кездесе бастайды. Сәл ертерек Марат Андрейдің анасынан ұрланған бас киім мен ақша үшін өзінен кінәні шешкісі келеді. Сөйтіп ол мұғалімінің бас киімін ұрлап кетеді. Содан кейін ол достарымен бірге Светланаға олардың ақша жинап және оған жаңасын сатып алғанын хабарлайды. Алайда әйел мектепке келгенде ол бас киімнің ұрланғанын біледі. Осы бірнеше аптада болған барлық оқиғалардан әйелдің жүйкесі жұқарып бастайды. Ол шашын өртеп жүреді, ал ұлы жедел жәрдем шақырады. Содан кейін Андрейдің анасын психушкаға жатқызады. Ирина Андрей мен оның қарындасына қамқоршысыз оларды балалар үйіне жіберетінін хабарлайды. Бірақ кейіпкер жақын арада келетін туысы туралы өтірік айтып үлгереді. Сонымен қатар ол лейтенантқа сезімін білдіре бастайды және таң қаларлығы қыз қандай да бір жауап қайтарады. Көп замай Эльдар не болғанын біліп, Светлананы үйіне қайтаруға көмектеседі. Басында бәрі жақсы болады, бірақ кейіннен ол қызын жоғалтып алды. Сол уақытта милицияның анасын психушкаға, ал балаларды балалар үйіне жіберуден басқа амалы қалмайды. Алайда Андрей қашып кетеді және өз тобының спорт залының жертөлесінде біраз уақыт тұрады. Сонымен қатар батырлардың кинотеатр бизнесі жақсы табыс әкеледі. Бірде оларға домбита деп аталатын басқа топтың адамдары кіріп, видеоаппаратураны, сонымен қатар Мараттың қызы Айгүлді алып кетеді. Видеоаппаратураны алып кеткен топтың мүшесі бұрын қызға тиісіп үлгерген Рома да осында еді. Вова оларға кім шабуыл жасағанын біледі және інісімен бірге жағдайды шешу үшін Жолты атты көшбасшысымен кездесуге барады. Алайда бұл тұзақ болып шығады. Оларды аяусыз ұрып-соғып, Вова кешірім сұрау үшін олардың ортасында ұят саналатын еді. Мараттың құлағын кесіп тастай жаздайды. Вовада кешірім сұраудан басқа ешқандай амал қалмайды. Осы уақытта қызды бақылауды тапсырған Рома сол сәтті пайдаланып Айгүлді зорлайды. Оның қайтып оралған жолдастары болған оқиғаны көріп, олар бұл үшін жігітті ұрып-соғып, өз тобынан қуып жібереді. Сонымен қатар қанға бөккен Вова спортзалға оралып, мылтықты алып, ол домбита тобына қарай өзі барады. Сөйтіп, Айгүлге не болғанын біледі. Олар өз кінәсін мойындағанымен кейіпкер Жолтыйды өлтіреді және де қасындағы басқа да достарын жарақаттайды. Сөйтіп, Айгүлді үйіне қайтарады, бірақ ата-анасы отбасын масқараламау үшін бұл туралы полицияға мәлімдемейді және ештеңе болмағандай кейіп танытады. Бұлардың көше заңы бойынша, егер қызды зорлаған жағдайда бұл жай ғана ұят емес, тіпті онымен сөйлесуге де тыйым салынады екен. Қызға ғашық болған Марат ештеңе болмағандай кейіп танытуға тырысады. Алайда бұл қауесеттің тым тез таралуына турбоның әсері болады. Бұл туралы бәріне белгілі болған уақытта Айгүл шыдамай өз-өзіне қол жұмсайды. Милиция Жолтыйды кім өлтіргенін және оның адамдарын жаралағанын біледі. Олар оны іздеуге жариялап, Вова жасырына бастайды. Ол өзінің сүйікті медбикесін басқа қалаға қашып, өмірді жаңадан бастауға шақырады. Алайда Жолтый оның немере ағасы болып шығады. Сөйтіп қыз өзінің сезімін түсіне алмайды. Сөйтіп Вова өзінің таңдауы жоқ екенін түсінеді. Ол достарымен қоштасады және қаладан кетуге дайындалып жатады. Ал топтың жетекшісі болып Турбо және Зима атты үлкендері болып қалады. Мараттың Айгүлмен жағдайды біліп тұрып бірге билегенін білгеннен кейін олар оны өз топтарынан шығаруға шешім қабылдайды. Әйтпесе қалған бандалар оларды мазақ етеді.
Маратты аздап ұрып соғып, көп ұзамай ол кездейсоқ полицияға түседі. Ол жерде ағасының іздеуде екенін біледі. Сондай-ақ басты дәлел тапанша еді. Біраз уақыттан кейін онымен комсомол жігіт Денис кездеседі. Бұл кімдер десеңіз, жастар қозғалысы арасындағы дұрыс нәрсемен айналысатын жасөспірімдер, яғни полициямен ынтымақтасады. Денис Маратқа экскурсия жасайды және оған басқа жолды көрсетіп, онда заңды үнемі бұзудың қажеті жоқ екенін түсіндіреді. Бастапқыда жігіт олармен ынтымақтасқысы келмейді. Бірақ көп ұзамай ол шешім қабылдайды және Эльдарға барып, онда ол өзінің бұрынғы жолдастары туралы кейбір ақпараттарды жариялайды. Келесі күні Марат турбомен төбелесті ұйымдастырып, оған мылтықты лақтырып жіберіп, милицияны топ жиналатын жерге апарады және оларды ұстауға көмектеседі. Марат Эльдардан зорлаушы Романы тапты ма деп сұрағанда, оған полицей бұл бірінші кезектегі міндет емес деп жауап береді. Жеке әңгімеде Денис кейіпкерге комсомолдардың да жақсы байланыстары бар екенін айтады. Егер Марат оларға қосылса, онда олар Романы іздеуге көмектеседі. Марат келіседі және комсомол жігітке айналады. Кешке оны полиция бөліміне апарып, дәретханаға апарады. Онда Рома бар еді. Марат көзіне жас алып, осы оңбағанға барлық жек көрушілігін шығарып, аямай ұрып соғады. Сонымен қатар Мараттың барлық күш-жігеріне қарамастан, милиция Жолтайды өлтірген Вова деп санайды. Вова өзінің сүйіктісін онымен бірге қаладан кетуге көндіреді. Сөйтіп кетер алдында ол әкесін мерейтойымен құттықтау үшін мейрамханаға келеді. Өкінішке орай даяшы жігіт танып қалып, полицияға қоңырау шалады. Төбелес кезінде Вова бір офицерден қару-жарақ алып қашып кетеді. Бұл полицияға ату құқығын береді және олар кейіпкерді сүйіктісін көзінше өлтіреді. Осы уақытта Эльдар Андрейге милиция бөлімінен шығуға көмектеседі және ол спортзалға қарай жүгіреді. Ол онда Кощей мен оның адамдарымен кездеседі. Олар оған универсам тобы бұдан былай жоқ деп хабарлайды. Көп ұзамай Андрей қарындасын балалар үйінен Ирина алып кеткенін және асырап алғысы келетінін біледі. Сонымен қатар қыз Андрейге онымен бірге тұруға ұсынады. Кешке олар Светланаға бару үшін психушкаға барады және Андрей торт пен гүл сатып алу үшін базарға қарай барады. Онда ол бұлар ұрлап алған видеоаппаратураның иесіне тап болады. Сөйтіп ол полиция шақырады, ал жігіт қамауға алынады. Содан кейін ол жас қылмыскерлердің түрмесіне түседі. Сериалдың бірінші маусымы осылай аяқталады. Лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған қысқаша фильм арнасы. Соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет.